Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге мен Кәрімбек Нарбек Әзімова. Бүгін біз миокард инфаркті жайлы сөз қозғаймыз. Жалпы видеоны бастамастан бұрын айта кететін жағдай, яғни қазіргі кезде бүкіл әлем бойынша жүрек тамыр жүйесінің аурулары өте кең етек жайып тұр. Оларға біз артериалдық гипертензияларды, миокард инфаркттарын, стенокардияларды, атеросклероз, тағы жүрек қан тамыр жүйесінің жеткіліксіздік ауруларын жатқызсақ болады. Қазіргі кезде екінің бірінде артериалдық гипертензия, миокард инфаркты көбінесе егде жастағы адамдарда кездеседі, 50-ден 55-тен асқан адамдарда. Бірақ қазіргі кезде инфаркт миокарда жастарда 20-25 жасар, 30 жасар жас адамдарда да кездесуде. Бұның себебі не? Бұл жайлы біз қазір видеомызда айтатын боламыз. Ең алдымен миокард инфаркты дегеніміз не? Соған тоқталайық. Миокард инфаркты бұл ұзаққа созылған жедел ишемия салдарынан миокардтың некроздануы. Жалпы анатомиясына келетін болсақ, бізде жүректің үш қабаты бар: эндокард, ішкі қабаты, ортаңғы қабаты миокард, сыртқы қабаты эпикард. Осы ортаңғы миокард қабаты, яғни бұлшықет қабатына ұзақ уақыт оттегі жетіспеу салдарынан миокард некрозға ұшырай бастайды. Осы некроздануын біз миокард инфаркті деп атаймыз. Олар қандай көріністерін береді? Ең алдымен төс артындағы қарқынды ауырсыну. Стенокардияға қарағанда бұл инфаркт миокардында ауырсыну өте ұзақ болады және қарқынды болады. 20 минуттан ұзақ болады. Нитроглицеринмен басылмайды. Осы үш критерийге байланысты біз адамға миокард инфарктіне күдіктенеміз. Одан кейін қосымша симптомдар көрінуі мүмкін, яғни адамда қатты терілумен, жүрек айну, құсу сезімдерімен, ентігумен, мазасызданумен, өліп қалудан қорқу сезімімен, әлсіздікпен, қан қысымының тұрақсыз болуымен, жіп тәрізді пульстің болуымен сипатталады. Енді бұлардың себебі және қалай дамитыны қазір біз тоқталатын боламыз. Ең алдымен бұлардың себебі, яғни этиологиясы, коронарлы тамырлардың бітелуіне алып келетін себептер. Яғни біз білеміз, жүректе екі тәждік, яғни коронарлы артериялар қанмен қамтамасыз етеді. Екі тәждік артериялардың біреуінің бітелуі бізде инфаркт миокардқа алып келеді. Оларға қандай себептер алып келуі мүмкін? Мысалы, оларға атеросклероздар, тромбоздар, эмболиялар, қысылулар салдарынан, аритмиялар салдарынан, жарақаттар салдарынан бізде коронарлы тамырлардың бітелуі немесе жетіспеушілігі пайда болуы мүмкін. Негізінен осы 95-98% жағдайда коронарлы тамырлардың бітелуіне атеросклероздар алып келеді. Яғни қан тамырларының ішінде атеросклерозды бляшкалардың пайда болуы. Енді бұлардың атеросклероздың патогенезіне келетін болсақ, яғни қалай атеросклероз коронарлы тамырлардың бітелуіне алып келеді? Ең алдымен атеросклерозды бляшка ол көбінесе дұрыс тамақтанғаннан, майлы тағамдар жегеннен, темекі шеккеннен, алкоголь тұтынғаннан бізде атеросклероздардан, яғни тамыр ішінде майлар қалыптаса бастайды. Қысқаша айта кететін болсақ, бастапқы кезде тамырлар ішінде аздаған сары дақтар пайда болады, яғни майлы дақтар пайда болады. Кейін уақыт өте келе олардың көлемі ұлғайып, олар бетіне мынандай бір капсуламен қапталып тұрады. Бұл негізі адамға қауіпті емес дейді. Егер капсуламен қапталып тұрса, ал мына секілді капсуладан жарылатын болса, яғни бұлар ұсақ бөлшектерге бөлінеді. Соның арқылы бізде қалың ошақтарын тудырып, біздің тамырдың кеңістігін бітеп қояды. Осы тамырдың кеңістігін бітеп қойған соң, ары қарай қан жүрмей, бізде оттегіге ашылу, яғни ишемия пайда болады. Соның әсерінен бізде некроздар пайда болады. Енді қалыпты жағдайда бізде аэробты гликолиз арқылы бізде энергия алатын болса, қан бармаған соң тін енді өліп қалмау керек қой, компенсация жасайды. Ол қалай жасайды? Ол кезде анаэробты гликолизге қосылады, яғни заттар толығымен ыдырамайды, толығымен тотықпайды. Соның салдарынан бізде қышқылдар, пируваттар, сүт қышқылдары, пирожизум қышқылдары қанға шыға бастайды. Қанға шыға бастаған соң бізде қандай көрініс береді? Ол жергілікті жерде жиналған соң, мына секілді жиналған соң, бұл жерде бізде ауырсыну пайда болады. Міне мына төс артындағы ауырсыну, қарқынды ауырсыну, 20 минуттан ұзақ неге себебі? Бұл жерде уже неме кетіп жатыр? Ишемия, некроз кетіп жатыр. Және нитроглицеринмен басылмайды, яғни тамыр қабырғасы бітеліп қалған, ал нитроглицериннің әсері тек қана ол тамыр кеңейткіш. Ал қан бармай тұрған жерді біз нитроглицеринмен кеңейте алмаймыз.
енді қатты ауырсынған соң адамда мазасыздық сезімдері туындайды. Егер де олардың типтері бар, қазір оларға жеке тоқталамыз. Астмалық тип деген бар, ол кезде біз адамдарда ентігумен көрініс береді. Жүрек айну құсу сезімдерімен абдоминальды типті инфаркт миокарда деген бар. Яғни бұл кезде жүрек айну құсу сезімдері, эпигастр аймағындағы ауырсыну сезімдері туындауы мүмкін. Осы кезде біз бірінші миокард инфарктын сызып тастауымыз керек. Яғни бірінші инфаркт миокардқа күдіктенуіміз керек, және де оған байланысты пробалар жасау қажет. Және де егер де миокард инфаркты болмайтын болса, ары қарай астана ішек жолдарының ФГДС сынды өзінің зерттеу әдістерімен жүргізсе болады. Одан кейін қан қысымының тұрақсыз болуымен, яғни көбінесе жаңағы себептерін айттық, біз аритмиялар дедік. Яғни көбінесе жүректің қанмен қамтамасыз ету нашарлауына бізде тахиаритмиялар, фибрилляциялар алып келеді. Ол неге? Себебі фибрилляциялар кезінде неге алып келеді? Себебі бізде қан айналымы турбулентті болып кетеді. Тамырдың ішінде, жүректің ішінде қан турбулентті дегеніміз бей-берекет қан ағып жатады. Соның әсерінен бізде көбінесе тромбтар пайда болады. Тромбтар келіп коронарлы тамырларды бітеп қояды. Бітеп қойған соң бізде коронарлы тамырлардың бітелуі, яғни жетіспеушілігі пайда болады. Эмболиялар, тромбоздар, қысылулар, жарақаттар, барлығының да механизмі осы. Мына жерде аэробты гликолиздер, ауырсыну пируват, жүзім қышқылдары, сүт қышқылдары анаэробты гликолиз арқылы, яғни соңына дейін тотықпайды. Соның салдарынан бізде ауырсыну пайда болады. Және де көбінесе бізде жүректің негізгі маркері бұл бізде тропонин болып табылады. Яғни инфаркт миокардына күдіктенген адамда біз тропонин тестін алатын болсақ, ол болып табылады. Тропонин дегеніміз не? Бұл жүректің миокард бұлшықеттердің микроқұрылымы болып табылады. Егер тропонин көбейетін болса, демек жүрек тіні некрозға ұшырап ыдырап жатыр деген сөзді білдіреді. Енді бұлардың классификациясына келетін болсақ, біз бұларды ЭКГ белгілерімен классификацияға бөлсек болады, яғни жіктесек болады. экста сегментінің көтерілуімен және де экста сегментінің көтерілуінсіз. Қазір видеоның соңына қарай ЭКГ-ны көрсетемін. Осыларға байланысты тоқталамыз. Одан кейін өлшеміне байланысты трансмуральды ірі ошақты, трансмуральды біріншілік ірі ошақты, трансмуральды қайталанған ірі ошақты, трансмуральды ретицивтенген ірі ошақты. Жалпы трансмуральды дегеніміздің өзінде, трансмуральды дегеніміз толығымен зақымдану деген білдіреді. Яғни миокардтың қалыңдығы бір шамамен осындай деп алатын болсақ, осы толығымен бізде инфаркт, яғни некрозданып кетеді. Бұны біз трансмуральды, яғни толығымен некрозға ұшырағанын айтамыз. Одан кейін бізде кіші ошақ интрамуральды деген бар, яғни тек аралық қана бізде инфаркт болады. Одан кейін субэндокардиальды, яғни миокардтың эндокард беті ғана некрозға ұшырайды. Және де субэпикардиальды, бұл кезде миокардтың эпикард жақындағы қабаты ғана некрозға ұшырайды. Одан кейін клиникалық формалар бағана айттым мен, абдоминальды, астматикалық түрлері болады. Енді бұлардың типті формалары, яғни төс артындағы ауырсынумен, мойынға, сол қолға, сол жауырынға, оң жақ қолға, жаққа берілетін ауырсынулармен, яғни типті формаласымен көрініс беруі мүмкін. Сонымен осы абдоминальды формалар. Бұлардан бөлек эпигастр аймағында ауырсыну, құсу, жүрек айну сезімдерімен астматикалық формалары бар, ентігумен көрініс береді. Аритмиялық формалар бар, олар фибрилляциялар, трепетаниялар, тахиаритмиялармен көрініс береді. Церебральды формалар ауырсынудың типті локализациясымен, яғни төс артындағы шаншу ауырсыну сезімдерімен. Одан кейін симптомсыз форма. Симптомсыз форма бұл көбінесе қант диабетімен ауыратын науқастарда кездеседі. Неге? Себебі қант диабетімен ауыратын науқастардың сезімталдық табалдырығы өте жоғары болады, сондықтан көбінесе оларда өте асынған жағдайларында ғана анықталып жатады. Миокард инфарктының кезеңдері біз жедел кезең, жедел асты кезеңі, инфаркттан кейінгі кезең деп бөлеміз. Жеделдеу кезеңі 20 минуттан 2 сағатқа дейін, жедел кезең 10 күнге дейін, жедел асты кезеңі 10 күннен 2 айға дейін, инфаркттан кейінгі кезең 2 айдан кейінгі кезеңді біз инфаркттан кейінгі кезең деп бөлеміз. Енді инфаркттан кейінгі кезеңде біз көбінесе ол жерде тыртық пайда болады. Тыртық салдарынан бізде өткізгіштік, жиырылғыштық, қозғыштық қасиеттері жоғалып, соның әсерінен біз енді инфаркттың зақымдалу ошақтарына келетін болсақ, яғни біз ЭКГ-да 6 кеуделік іркелімдері бар, 3 стандартты, 3 күшейтпелі және де 3
6 кеуделік тіркелімдер бар. Енді олардың орналасуына байланысты В1, В2 деген немелер бар бізде кеуде. В1 оң жақ төстен оң жақ 4-ші қабыр аралықта орналасады, В2 төстен сол жақ 4-ші қабыр аралықта орналасады. және де ол бізде қарынша аралық қозуды тіркейтін болады. Егер де осы жерде бізде инфаркт белгілері болатын болса, біз оны септальды немесе қарынша аралық перденің инфаркты деп қоятын боламыз. Диагноз В3 кездерінде бізде бұл В4 және де В2 аралығында бізде В3 яғни 3-ші кеуделік тіркелім тіркеледі. Бұл бізде алдыңғы қабырға, яғни жүректің алдыңғы қабырғасында қандай да бір инфаркт ошақтарын анықтайды. Ал В4 бұл сол жақ ортаңғы бұғана сызығы бойымен 5-ші қабырға аралыққа қойылады, және де ол көбінесе жүректің ұшын тіркейді. Егер 4-ші әкетілімде бізде инфаркт белгілері болатын болса, біз онда жүрек ұшының инфаркт миокардиtis деген диагноз қоямыз. Одан кейін В5, В6 қабырғалары, яғни В5 бұл бізде қолтық асты алдыңғы сызығы бойынша 5-ші қабырға аралық, В6 бұл қолтық асты ортаңғы сызығы бойынша 5-ші қабырға аралыққа электродтар қойылады, және де сол бойынша бізде тіркелімдер жүреді, яғни ЭКГ-ның суреттері. Ол бізде жүректің бүйір қабырғасын анықтайды. Одан кейін 2-ші, 3-ші бізде стандартты тіркелімдер, және де АВФ жүйткіл тіркелімдер арасында бізде инфаркт миокарда белгілері байқалатын болса, біз оны артқы диафрагмальды инфаркт миокарда деген диагноз қоятын боламыз. Енді бұлардың асқынуына келетін болсақ, бұларда егер де инфаркт болатын болса, жүрек соқпай қалу салдарынан бізде өкпенің ісіну пайда болады. Егер сол жақ қарынша жиырылмай, тек оң жақ қарынша жиырылып тұрса, өкпе ісіну болады. Сол қарынша аневризмасын алып келуі мүмкін, яғни олар көлем ұлғайып, томпайтып шығып кетеді. Одан кейін кардиогенік шоктарға алып келуі мүмкін. Жүректің жыртылуына, зәрдің жедел тоқтауына себебі неге? Себебі қан бармай жатыр, соның әсерінен бізде зәрдің тоқтауы, ритм өткізгіштік бұзылышы. Неге? Себебі бізде некроз ошағында бізде импульстар өтпейді, соның салдарынан бізде ритм және өткізгіштік бұзылыстары болады. Тромбоэмболиялар, некрозданған ошақтан қандай да бір тін үзіліп кететін болса, ол ары қарай тромбоэмболиялардың дамуына алып келеді. Енді қалыпты жағдайда бізде ЭКГ П-тішесі, QRS комплексі, ST сегменті Т-тішесінен тұратын болса, субэндокардиальды ишемия кездерінде бізде ST сегментінің депрессиясын көреміз. Яғни олар төмен түсіп кетеді, 2 мм-ден көп төмен түсіп кетеді. Жедел субэндокардиальды ишемия кезінде теріс Т-тішесін көреміз. Енді бұлар көбінесе стабильді емес стенокардиялармен де дифференциальный диагностика жасау қажет болады. Одан кейін трансмуральды ишемия кездерінде бізде ST сегментінің көтерілуі, Т-тішесінің көтерілуі, бұны көбінесе бізде мысық арқасы деп атайды. Көп жағдайларда негізінен бұған ұқсамайды, мына секілді көріністермен де көрінуі мүмкін. Енді біз осымен видеомыз соңғы жағына жетті. Енді бұлардың профилактикасы қалай болады? Ең алдымен бізде атеросклерозға алып келетін себептерді жоюымыз керек. Яғни ол не алып келеді? Оған темекі шегу, арақ тұтыну, майлы тағамдарды тұтыну, тез дайын болатын, яғни фастфудтарды көп жеу, бұл бізде атеросклерозға алып келеді. Негізінен атеросклероз бұл созылмалы ауру табылады, бірақ та ол көбінесе егде жастағыларда кездеседі дейді. Бірақ та қазіргі деректер бойынша атеросклероз негізі 7 жастан бастап біздің тамырларымызда кездеседі екен. Яғни осы атеросклерозға алып келетін қауіп факторларды, семіздіктерді, ас қозғалу жұмсақтықтарын біз жоятын болсақ, біз инфаркт миокардадан да қорғанады екенбіз. Алайда жастардың арасында неге инфаркт миокарда жиі кездесіп жатыр? Себебі біз қазіргі кезде горилла сынды көптеген энергетикалық сусындар бар. Оларды көп тұтыну салдарынан бізде жүректің соғу жылдамдығы артып, тахиаритмиялар пайда болып, тахиаритмиялар біз этиологиясында айттық, және де ол коронарлы тамырлардың қанмен қамтамасыз етуіне кедергі жасайды. Соның салдарынан бізде инфаркт миокардалар, фибрилляцияларға алып келеді. Фибрилляциялар өз кезегінде тромбтарға алып келеді. Тромбтар коронарлы тамырлардың бітелуіне, телоларға алып келуі мүмкін. Соның салдарынан бізде инфаркт миокарда дамиды. Осымен видеомыз аяқталды. Егер видео ұнаған болса, каналға тіркелейік, лайк басайық, және де медицинада оқитын достарымызбен бөлісіп қояйық. Бұның емі
оперативті ем, яғни кардиохирургтармен көбінесе жасалынады. Видеомыз аяқталды. Қош сау болыңыздар.